jasmı? Endi sabahımızı başlaması bұрын ақыл психологиялық ахуал қалыптастырайық. Есімдер аллитерациясы аталады. Яғни мақсаты оқушылардың бір-бірлерімен сыйластықтарын арттыру болып табылады. Қазір былай жасаймыз. Қасымыздағы жұбымызға бас әрпіне келетін мінезін сипаттайды, жақсы ма? Мысалға Айсұлу болады ма? Болса Айсұлу ақылды деген секілді. Қойыңыз бір-бірімізге жалғастырайық, жақсы ма? Ал бастай көріңіз. Айсұлу бастайсыз. Тамаша. Тамаша. Тамаша қарайды. Осыларымызды қатырақ шығарайық, ақылды. Драйвер нұрлы. Тамаша. Айзере ақкөңіл. Мейірімді. Бауыржан батыр. Батыр. Жақсы, сен Аяжан айтты. Аяжан ақылды. Ақылды. Рамазан қандай? Енді үй тапсырмасы ретінде біз осы уақытқа дейін өткен экспо туралы, елорда туралы өттік. Енді қазір былай жасаймыз. Фри әдісі бойынша фри әдіс бойынша мынаның ішінде өткен сабақтар бойынша тірек сөздер берілген. Сол тірек сөздердің өткен сабаққа қандай қатысы бар, сол туралы айтасыздар, жақсы ма? Ал алып дайындап беріңіз. Кейбіреуіңіз ғана. Тек қазір уақытымыз кетіп қалады. Аха, Мерей. Кезекті қандай? Талғарып көлемі бөлісі. 2011 жылы 10 жұмыстан тәріздегі Талғарып бюросына осы Қазақстанның республикасы туралы өтініші тапсырылған. Өте жақсы, тамаша. Келесі. Аха, тауып. Астанадағы бүкіләлемдік көрме 3 айға дейін созылды. 3 айға дейін созылды. Тамаша, Мырзабек. 174 гектар, ол экспо 2017 жалпы гектар. Жақсы, недемін? 2017 ол экспо 2017. Экспо 2017 жылы. Тамаша, Әсел. Болашақ энергиясы, яғни астана сызған көрменің тақырыбы болашақ энергиясы болды. Баламалы энергия көздері және жасыл технология жұмыстар. Жақсы, яғни Сұлтан. Альберт Сұрышта, қандай сөздер экспо бағанысы, ресейде екіншінің баласы Альберт Қансада бұл ең алғашқы экспо идеясын ұсынғандар. Өте жақсы, тамаша. Келесі. Бельгияның астанасы Бельгияның астанасы Ол кезде қала экономикасының негізі сауда өнеркәсіп көлік болған. Жақсы, болды ма? Сұрақтарымыз бітті ма? Мына жерден бір смайликті алып, телефонымыздың жарығын мына смайликтің артына түсіріп, астынан топ көрінеді, сол топ бойынша бөліп отыра береді. Жақсы ма? Ал бір-бірден келіп, олайынан алып, міне. Сізде мысалға қай топ көрінеді? Үшінші топ, иә? Үшінші топ.
Sizlerge aldanışqa berilgen kurasportda birinchi sababimizga қатысты 3 tilak so'z berilgan. Ko'p so'zlarni tabamiz. Bu bir so'zga nazarlaymiz. Al 1 minut vaqtning ichida Dikis, tutkat. Екінші топ. Ya, 3 söz болу керек. Қазір бір-бірден сұраңыз. Екінші топ дайынсыздар ма? Аха, үшінші топ. 3 söz болу керек. Ал бірінші сөзді сіздер айта қойыңыздар. Құқық. Екінші топ. Конституция. Үшінші топ. Заң. Тамаша. Сонымен біздің тақырыбымыз қандай деп ойлайсыздар? Тамаша. Ата заңы. әртүрлі істердегі мәтіндердің тақырыбын, қызметін, құрылымын және тізбек ерекшеліктерін салыстыра талдау және салдас құрмақ сөздердің мағыналық түрлерін ажырата іздеу және түрлендіру бүгінгі сабақтың мақсаты. Енді жаңа диаграмма әдісі бойынша Қазақстан Конституциясы туралы не білесіздер? Қысқаша кім не біледі, сол туралы айтып өтейін. Жалпы Конституция туралы не білесіздер? Elimizde zaң жинағы. Жақсы, ендеше қазір ары қарай ата заңмен танысатын боламыз. Ал айта қойыңыз. Жақсы. Болды ма? Иә. Жақсы, тамаша. Енді қазір кітаппен жұмыс бойынша бізде азат жердің ар-намысы ата заң деп аталатын айбарлы сипатты өлең берілген. Сол оқушылары Рамазан бастап оқиды. Ой, Мырзабек. Азат жердің ар-намысы отанның мүддесі, есін туған елінде тұрған қадірін ата заңын білмейсің. Ешкімде мін тағалмас елдігіне, дауласып жармаспайды белдігіме, бойында ата заңның өріліп тұр, даланың кеңдігі де, теңдігі де. Бағынған өз заңына жұмыр қалан, сондықтан күннен жерім суынбаған, қоғамның сан-саласын реттейтін әрбір заң ата заңнан туындаған. Достайтын болашаққа бақ кемені осы Сонымен ата заң туралы керемет өлең жазған екен, иә? Тамаша. Енді қазір кітаппен жұмыс осы өлең бойынша бірінші топ сіздер өлеңнің тақырыбын анықтайсыздар, яғни тақырыбы, идеясы не? Сол туралы екінші өлеңнің құрылымын талдайсыздар, ал үшінші өлеңнің түрлік ерекшелігін талдайсыздар. Жақсы ма? 12 балдың ішінде идеясы бұл жерде сол ата заң исламға үміттерін және жалпы достандыру барысында жасаған білем, яғни ата заңның бізге оңай келгендерін және де оны сыйлап сол заңға бағына яғни біздің ата заңымыз барына мақтану. Тамаша, өте жақсы, жарайсыздар. Екінші топ, танисыздар ма? Жақсы. Үшінші топ.
Ал үшінші топты дайынсыздар ма? Бірінші көптеген көкендер туралы жазылған. Мысалға іргесін туған бұл жерде бақ кеме эпицер, жас ұрпақ эпицер, ата заңы эпицер, шетел, тәуелсіз мемлекет, азат ел секілді эпицер. Жақсы, рахмет сұрақтарыңызға. Сонымен жарайсыздар, өте жақсы көріп енді асқан дегенде өткен болатын бізде салалық құрмалы сөйлем, жалпы құрмалы сөйлем туралы. Ал бір еске түсіріп өтейік, құрмалы сөйлем деген Бір немесе сөйлемнен қалатын, екіншісі бір бойды жеткізетін сөйлемдер, бір құрмалы сөйлем деп атаймыз. Жақсы, қандай түрлер бар еді? Сыналмас, коммуникас, және аралас. Өте жақсы, тамаша жарайсыздар. Соның ішінде біз бүгін салалық құрмалы сөйлем өтеміз. Оны өзіміз де білеміз, жалпы салалық құрмалы сөйлем дегеніміз өздеріңіз білесіздер, құрамдық жай сөйлемдерінің баяндауыштары тиянақты болып келіп, өзара бір-бірімен тең дәрежеде байланысады. Құрмалы сөйлемнің түрін айтамыз, яғни салалық құрмалы сөйлемнің бірінші жай сөйлемде, екінші жай сөйлемде баяндауыштары тиянақты болып келеді. Ал салалық құрмалы сөйлем бізде алты түрге бөлінеді: ыңғайлы салалас, қарсылықты салалас, түсіндірмелі салалас, себеп-салдар, талғаулы және кезекті салалас құрмалы сөйлем. Оларды жеке-жеке алдағы уақытта өтетін болады, жақсы ма? Енді осы ереже бойынша жұмыс жасап көрейік. Жаңағы оқыған өлең бойынша өлеңдегі салалық құрмалы сөйлемнің түрлерін ажыратып, жасау жолын түсіндіресіздер. Бірінші топ, өлеңнің ішіндегі салалық құрмалы сөйлем қай жерде кездеседі, неліктен олай жасалып тұр, соны түсіндіресіздер. Екінші топ, сіздер жай сөйлемдер мен құрмалы сөйлемдерді Вен диаграммасы арқылы салыстырасыздар. Яғни оны өлеңнің ішіне мысал келтіре отырып, жақсы ма? Бір жай сөйлем және бір құрмалы сөйлем алып, жай сөйлем құрмалы сөйлемді салыстырасыздар. Ал үшінші топ, сіздер өлеңнің алғашқы және соңғы шумақтарын салалық құрмалы сөйлемге айландыра отырып, қара сөзбен жазып шығасыздар. Шумақтарда төрт жолда тұрады, яғни алғашқы төрт жолы және соңғы төрт жолы қара сөзбен Қайранысты бұл жерде салалық құрмалы сөйлем, аннотация Әр баба әр тамағы жойылмайды, шектеуден және тегін қойылмайды. Бұл жерде қойылмайды екі тәрі пайдалы, бұл түсіндірмелі салалы. Елге адам арналған тілегі шын болуы қажет. Сен ұлым отанның тілегісің, бәргесін туған елің. Тілеп тұрған ата-ананың қадірін білеміз. Және халық болып тұрғанына қандай тұтамыз? Өте жақсы, тамаша жарайсыздар. Топтайын екеш. Жөне салалар ойлар жеңдер Құрмалы сөйлемде мысалдар, бағыттан өз заңына жұмартып,
жұмырғаламын, сондықтан ниеттерім суылдаған. Бастайтын болашаққа бақ кемелі, осы жол халқында нақ сенелі. Болғанмен бұл өмірде айланышты бір үшін мүмкіндірек қарамызды. Екі сөзін айтқалық, бізге екі ойды білдіріп тұр. Жәнібекке мысал ешкімдердің танылмасын білме, жаңалық мәліметтігіме бұл жерде олар бір ойды жеткізіп тұр. және тек бір ғана грамматикалық негізге құралып құралған және де сөйлем кетеді. Сонымен қатар құрман сөздерге қарағанда сөз санында азырақ болып келеді себебінен. Составлық жерлеріне мән бермесек, сөйлеушілер жерлердің бәрі бізге белгілі тиянақты ақпарат берді. Өте жақсы. Ал орта қаршыға олай болса иә, қаршымызды қорғайық. Қалайымыз айталық болғанда сонымен атазаңда даласын ал бізде бірінші топ дайын екен. Қазақстан Республикасының Конституциясы Қазақстан Республикасының ата заңы. Яғни Конституция мемлекеттік құрылысының құқықтық жүйесін қалыптастырушы құжат болып табылады. Конституцияны дайындау оған осындай алғаш Қазақстан Конституциясы 1990 жылы 28 қаңтарда қабылданды. Қазақстан Конституциясы толықтырылған 98 баптан тұрады. Қазақстан Республикасының Конституциясы негізгі заң болып табылады. Елдегі барлық басқа заңдарға қатысты жоғары заңды күшінде заң заңдар Қорытындылай келе біздің ата заңымыз өте қымбат, сондықтан оны сақтап, қастерлеп, ұрпақтан ұрпаққа беріп дамытуымыз қажет. Өте жақсы, рахмет. Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 29 қаңтарда Қазақстан Жоғарғы кеңесінде оң сессиясында қабылданды және де ол 21 тараудан 131 бабынан тұрған. әр адам ата заңды қадірлеп, қастер етіп, құрметпен қарауы керек. Біз өмірге келгенде Қазақстан Конституциясы өміріміздің ажырамас бөлігі. Республикамыздың конституциясы еліміздің ажырамас бөлігі. Сол ата заңымызды күнделікті сақтауымыз қажет. Оның әрбір бабы, тараулары салауатты өмір салтын қорғаушы бөлігі болып табылады. Жақсы. Тәуелсіз республикамыз туралы жылдарда өзара ынтымақтастық пен бірлікті рамында арқасында жайлы мемлекетаралық қол жеткізді. Кез келген зайырлы елдің даму бағыттарын белгілейтін басты құжаты ата заңы. Осыдан 22 жыл одан бұрын бүкіл халықаралық референдумда кең байтақ Қазақстанның көп ұлтты халқы өзінің егемендігін барша әлемге паш етіп көптеген елдермен дәрежесі тең ірге тағасы мықты демократиялық жолмен дамып келе жатқан мемлекеттік екендігін танытты. 1955 жылы Өзбекстанда Қазақстан Республикасының ата заңы келді. Елімізде ата заңы халқымыздың дербес ел болуына армандаған мүддесін заң түрінде айшықтаған ерекше құрал. Бұл біздің үлкен жетістігіміз деп санаймыз және бұл ата заңымызды мақтан етеміз. Оған құрметпен қарау бәріміздің міндетіміз. Өте жақсы, рахмет. Тамаша, отыра қойыңыздар. Жақсы. Сонымен сабағымыз соңына таяп қалды. Енді алдарыңызға берілген стикерға ұстазға хат адресі арқылы бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасайық. Рефлексия, яғни бүгінгі сабақ бойынша не білдіңіздер? Сабақ сіздерге ұнады ма, қызықты өтті ме? Жалпы заң туралы білдіңіздер? Сол туралы ойларыңызды жазып, ойларыңыз сабақ туралы. Салыңыздар.